Құрметті сынып жетекшілер, мен сіздерге қазір күнделік кезеттен табельді қалай шығару жолын көрсетемін. Бірінші барлықтарыңыз өздеріңіздің күнделік беттерін ашып аласыздар. Сонда жерде мектеп деген бөлімнен есептерге кіреміз. Есептерді басқаннан кейін оқушылар деген тұрады. Осы оқушыларды басасыз. Оқушылар басқаннан кейін өз пәніңізді таңдайсыз. Өз сыныбыңызды, мен мысалы 3-ші сыныбыңызды таңдағаннан кейін мына жерге оқушының таңдаңыз деп тұрады. Сол оқушыға мысалға мен Диас Айару деген қызды таңдаймын. Осы жерден есепті құрастыру дегенді басасыздар. Жалпы баланың табельдегі бағасы шықты. Осы жерден басып шығаруды басасыздар. Басып шығару деген жерде педагогикалық кеңестің шешімі бар ғой. Сол жерге алдын ала копировать етіп дайындап қойған, соны вставить етемін. Мысалға, педагогикалық кеңестің шешімі нөмірі 5-ші бойынша 31 мамыр 23 жылы 4-ші сыныпқа көшірілді деп жазып қоям. Соны вставить етемін. Одан кейін басып шығаруды басасыздар. Басып шығару бірінші бет табельдің дайын. Екінші бетіне жаңа дайындап қойған сөзіміз шықты. Педагогикалық кеңестің шешімі деген жерде нөмірі 5-ші бойынша 31 мамыр 23 жылы 4-ші сыныпқа көшірілді деген жазғанымыз осы жерге түседі. Мына жерде өзі барлығы дайын тұрады. Енді осы жерді басып шығару деген бұрышта печат деген бар. Осы жерде страницаны таңдаймыз да. Бірінші несчетный болмаса страницаның астында персонализация дегенді бассаңыздар да болады. Ол жерде де номер жазылады. 1 деп бассақ, бірінші бетін шығарып аласыз. Екіншісін бассаңыз, екінші бетін шығарып аласыз. Осымен табель дайын. Екінші беті, қол қойғызып қоя саласыздар.